Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен бірге Гүлмира. Бүгін дастарханның көркін ашатын екі түрлі түшпәрә пісіреміз. Өте дәмді, керемет қытырлақ болып шығады. Тағы да көптеген каналымда рецепттер бар. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, алдағы уақытта жаңа видео рецепттерді бірінші болып көресіздер. Ал кеттік, бастаймыз. Бізге ең керегі жұмыртқа, жылы су, қант, тұз, сары май ертілген. Ыдысымызға жылы суымызды құямыз. Бір ас қасық қант, тұзымызды саламыз, сосын 2 жұмыртқамызды, ертілген сары майымызды барлығын лопатаның көмегімен араластырып аламыз. Сосын ұнымызды міндетті түрде електен өткізіңіздер. Үстіп аз-аздан сала отыра лопатаның көмегімен бірінші араластырып аламыз. Сосын қолымызбен ары қарай илейтін боламыз қамырымызды. Описанияға қалдырып кетем, қанша керек екенін. Оның иленген қамырымызды бір шетке қоя тұрамыз, сосын майдалап пиязымызды турайтын боламыз. Сосын майымызды құйып, ана туралған пияздарымызды осылай қуыратын боламыз қызарғанша. Келесінде пияз дайын болғанша осындай жусай қосам мен. Жусайымызды турап аламыз алдын ала пісіріп алған картофелімізді езіп, жарты қуырып алған пиязымызды аламыз. Тұзымызды, қызыл бұрышымызды, қара бұрышымызды салып, жусайымызды үстіне қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Оның арасында қамырымызды тағы бір илеп қоямыз, сол кезінде иі қанып әдемі болып тұрады. Жарты бөлік пиязымызға осындай мен 200 грамм фарш қостым. Оны да жақсылап пісіріп аламыз. Бұғанда мен осы тұзымызды, қызыл бұрышымызды, қара бұрышымызды салып, туралған жусайымызды қосамыз. Қосып болған соң барлығын жақсылап араластырып, бір шетке қоя тұрамыз. Енді қамырымызға кірісеміз. Осы иі қанып әдемі болып тұрады. Қамырымызды 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін пакетке сала тұрыңыздар, сол кезінде қаясып қалмас үшін. Ұн сеуіп, жұқа етіп жаямыз. Мен ұнымның сорты бірінші сорт. Сіздер жоғарғы сорт қолдансаңыздар, өте керемет болып шығады. Жұқа етіп жайып болған соң, видеодағыдай көрсетілгенде осылай кесіп шығамыз қамырларымызды. Сосын қиғашынан бөліп шығатын боламыз. Қиғашынан бөліп болған соң қамырларымызды бірінші салмамызды саламыз. Еттен жасалған видеодағыдай түйіп барлығын дайындап аламыз. Сосын екінші бөлік қамырымызды да жайып, оны да картошкадан істелген салмасын салып, оны да түйіп дайындап аламыз. Майымызды қыздырып, қатты қызып кетпесін, сөзді күйіп кетуі мүмкін. Кішкене қызарса, сол жеткілікті. Сосын барлығын пісіріп аламыз. Осымен біздің түшпәрәларымыз дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіз, дастарханның көркін ашатын түшпәрә. Егер видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар, алдағы уақытта бұдан да керемет тегін мастер-класстар болады. Назарларыңызға рахмет, ас болсын.